Саламатсыздар ма оқушылар? 4-ші тоқсан бойынша алынатын жиынтық бағалау тапсырмасының жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді бірінші тапсырмасы, бірінші және екінші суретте горизонталь карта арқылы вертикаль бағытта өтіп жатқан тоқтың екі түрі берілген. P және Q нүктелері картада белгіленген. Мінекей өздерің көріп тұрсыңдар, А тапсырмасы бойынша P нүктесіндегі магнит өрісінің күш сызықтарын сызыңыз және бағыттарын көрсетіңіз. Ал Б тапсырмасында Q нүктесінде орналасқан компастың қалай бағытталатынын сызыңыз. Оқушылар, мінекей А тапсырмасында картаның үстінен қарағанда концентрлі сағат тіліне қарсы бағытталған шеңбер сызылған. Мінекей өздерің көріп тұрғандай сағат тіліне қарсы бағытталған. Ал енді оқушылар, Б тапсырмасында Q нүктесінде орналасқан компастың қалай бағытталатынын сызыңыз дейді. Мінекей өздерің көріп тұрғандай солтүстікке қарай бағытталған. Келесі тапсырмасы, бір текті магнит өрісінде орналасқан сым бойымен электр тогы өтеді. Суретте тогы бар сымға әрекет ететін күштің бағыты көрсетілген. А тапсырмасында сымдағы токтың бағытын анықтаңыз, ал Б-да магнит өрісінің бағытын көрсетіңіз. Оқушылар, А тапсырмасында ток бізден ары сурет жазықтығына қарай өтеді. Ал енді Б тапсырмасында магнит өрісінің күш сызықтары солтүстік полюстен шығып, оңтүстік полюсқа еніп жатқан өзара параллель сызықтар жүргізілген. Мінекей өздерің көріп тұрғандай солтүстіктен шығады да не істейді, оңтүстік полюске қарай енеді. Келесі үшінші тапсырмада суретте бір текті магнит өрісінде қозғалып жүрген үш электронның бағыты көрсетілген. Магнит өрісі тарапынан Лоренц күші әсер етпейтін электронды анықтаңыз және жауабыңызды дәлелдеңіз. Лоренц күші V3 жылдамдықпен қозғалған үшінші электронға әсер етпейді, өйткені V3 жылдамдықпен қозғалған үшінші электрон мен магнит өрісінің индукциясының арасындағы бұрыш 0-ге тең. Мінекей оқушылар, өздерің көріп тұрғандай, мына V3 пен магнит индукциясының арасындағы бұрыш бізде 0-ге тең. Келесі тапсырмасы, соленоидтың полюсын анықтаңыз. Егер соленоид ортасына темір өзекші орналастырса, онда магнит өрісі қалай өзгереді дейді. Оқушылар, өздерің білу керексіңдер, магнит өрісі солтүстік полюстен шығады, оңтүстік полюске қарай енеді. Мінекей полюстар. Егер соленоид ортасына темір өзекші орналастырса, онда оның магнит өрісі қалай өзгереді деген. Ол кезде оқушылар, магнит өрісі артады. Келесі 5-ші тапсырмада жазық катушканы темір өзекшеге жақындатқан кезде шам жанады, себебін түсіндіріңіз дейді. Мұнда жазамыз: электромагниттік индукция құбылысына негізделген жазық катушкада индукциялық электр қозғаушы күші пайда болады. Келесі тапсырмасы, магнит алюминий сақинаға суретте көрсетілген енгізіледі. Сақинадағы токтың бағыты тілші арқылы көрсетілген. Сақинаға магнит қандай полюсмен еніп келеді? Мұнда жазамыз оқушылар: солтүстік полюсмен. Мұнда бізде солтүстік, мынау бізде N, ал мынау бізде S, яғни оңтүстік. Оны қалай анықтадыңыз? Индукциялық ток бағыты бойынша деп жазамыз. Мұнда жазып қойсаңдар болады. Индукциялық ток бағыты бойынша. Келесі тапсырмасы, магниттік резонанстық томография, яғни МРТ не үшін қолданылады? Оқушылар, медицинада қолданамыз және қандай мақсатта? Рак ауруларына диагностика жүргізу үшін. Келесі тапсырмасы, суретте бірінші орамасы 1000, ал екінші орамасы 50 орамнан тұратын трансформатор берілген. А тапсырмасында трансформатордың жұмыс істеу принципі қандай? Ал Б тапсырмасында трансформатор өзекшесі қандай материалдан жасалады? Өзекше оқушылар болаттан жасалады. Ал С тапсырмасында бірінші орам кернеуі 240 вольт болатын ток көзіне қосылған, екінші орамның кернеуін есептеңіз. Трансформатордың жұмыс істеу принципіне келетін болсақ, трансформатор айнымалы ток жиілігін өзгертпей, бірінші ретті кернеуді екінші ретті кернеуге түрлендіретін электростатикалық құрылғы. Ал өзекшесі мінекей болаттан жасалады. Енді бізге С тапсырмасы бойынша N1, N2 берілген, U1 берілген, табу керек U2-ні. Оқушылар, бізде коэффициентті табатын формула бар, U1-дің U2-ге қатынасы тең болады N1-дің N2-ге қатынасына. Осы формуладан U2-ні табу үшін U1-ді N2-ге көбейтеміз, бөлеміз N1-ге. U1 бізде 1000-ға тең, көбейтеміз 50-ге, бөлеміз 240-қа. U1 емес оқушылар, мұнда біз N1-дің мәнін жазып қойып, мына жерде қате. U1 бізде 240 вольтқа тең, N2 50-ге тең,
ал n1 бізде 1000-ға тең. Сонда 240-ты 50-ге көбейтеміз, бөлеміз. 1000-ға тең болады 12 вольтқа. Мынау бізде қате. Келесі тапсырмасы электрон индукция векторы 9,1 көбейтілген, оның -5 дәрежесі Тесла бір текті магнит өрісіне ұшып кіреді. Электрон жылдамдығы магнит индукция векторына перпендикуляр және 1,9 көбейтілген, оның 7 дәрежесі метр бөлінген секунд. Электронның массасы заряды берілген және косинустың 30 градустағы мәні берілген екен. Тапсырмасы бойынша қозғалыстағы электронға магнит өрісі тарапынан әрекет етуші күш қайда бағытталған? Оқушылар, мұнда күш бізде төмен қарай бағытталған. Лоренц күші төмен қарай бағытталған. Енді бұл тапсырмасында магнит өрісі тарапынан электронға әрекет ететін күшті табыңыз. Мұнда оқушылар өздерін көріп тұрғандай жылдамдық пен күштің арасы 90 градус. Оқушылар Лоренц күшін табу үшін зарядты көбейтеміз, магнит индукциясына көбейтеміз, жылдамдыққа көбейтеміз, арасындағы бұрышқа. Жаңа айттық, синус бізде 90 градус, жылдамдық пен күштің арасы 90 градус, 90 градустағы мәні 1-ге тең. Мынау бізде Лоренц, ампер күші емес, Лоренц болады. Заряд бізде мінеке, заряд берілген, мұнда Q деп алсақ та болады, Q тең деп. Заряд бізде 1,6. Индукциясы 9,1. Көбейтеміз, жылдамдығы 1,9-ға тең. Сонда барлығын көбейткен кезде 2,8 көбейтілген дәрежесін есептесек, -16 дәреже болады. Келесі тапсырмасы қарапайым қозғалғыш мектеп зертханасында жасалған. Суретте берілгендей катушка тұрақты магнит полюстарының арасында орналастырған. Мінеке мынау бізде солтүстік полюс, оңтүстік полюс, мінеке мұнда катушка. Суретте АБС-да катушка горизонталь батареяға жалғанған. Мінеке мұнда жалғанған. Енді бірінші тапсырмасы бойынша осы тұрған жағдай үшін АВ бөлікке әрекет ететін күшінің бағыты мен АВ қозғалысының бағытын көрсетіңіз. Күш бізде төмен қарай бағытталады. Ал АВ бөлік сағат тіліне қарсы бағытты қозғалады. Яғни былай қозғалады. Енді келесі екіншісінде неліктен катушканың ВС бөлігі күштің қозғалуына әрекет етпейді түсіндіріңіз. Себебі оқушылар ампер күші болмайды. Мұнда жазамыз. Ампер күші болмайды. Келесі соңғы тапсырмасы суретті тұрақты магнит және соленоид берілген. Оқушылар мінекей тұрақты магнит пен соленоид берілген Ленц ережесі бойынша индукциялық ток бағытын анықтаңыз деген. Мұнда бізде токтың бағыты мінекей сағат тілімен бағыттас болады. Енді келесі екінші суретте мұнда бізде сағат тіліне қарама қарсы болады. Мінекей осылай сызып көрсетіп қойсаңдар болады. Оқушылар, видеоның соңына дейін қараған болсаңдар, каналға жазылып лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.